Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Р дыбысымен әрпі. Бүгінгі сабақта Р дыбысының айтылу ерекшеліктерін еске түсіреміз. Құрамында Р дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Әдеттегідей сабақты мына өлең жолдарымен бастаймыз. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз. Өткен сабақты еске түсіреміз. Бұл А әрпі. Қайталаймыз. А жуан дауысты дыбыс. Бұл Р әрпі. Қайталаймыз. Р үнді дауыссыз дыбыс. Олай болса, өткен сабақты еске түсіреміз. Экранда көрсетілген сөздерді оқимыз. Ар, ара, ра. Ал енді осы сөздердің жазбаша түрін еске түсіреміз. А әрпінің кіші әрпін жазу үшін бірінші дөңгелекті жазамыз. Және оның қасына кіші ілгекті жазамыз. А. Р дыбысын жазу үшін көлбеу сызықты жазамыз. Және басы бар ілгекшені жазамыз. Біз ар деп жаздық. Әрі қарай ара сөзін жазамыз. Ара. Келесі ра. Оқимыз. Ара, ра. Экрандағы суретке назар аударамыз. Сендер суреттен нарды көріп тұрсыңдар. Нар сөзінде 3 әріп 3 дыбыс бар. Бір дауысты дыбыс бар. Яғни ол А. Нар дегенде Р дыбысы соңында кездесіп тұр. Нар. Бір буыннан тұрады. Келесі суреттен қасқырды көріп тұрсыңдар. Қасқыр. 2 буыннан тұрады. 6 әріп 6 дыбыс бар. Қасқыр. Яғни мұнда А дыбысы кездеседі, ал Р дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Келесі суретке назар аударамыз. Қарға. Мұнда А дыбысы кездеседі, және Р дыбысы кездеседі. Мұнда Р дыбысы ортасында кездесіп тұр. Қарға. 5 әріп 5 дыбыс 2 буыннан тұрады. Келесі суретте бұл құр. Мұнда Р дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. 3 әріп 3 дыбыстан тұрады. Олай болса, балалар, суреттер жауыны ойынын ойнап көрейік. Экранда бірнеше суреттер берілген, осының ішінен Р әрпі бар суреттерді тауып, жеке топтастырамыз. Мысалы, күн. Күн сөзінде Р әрпі жоқ, яғни Р дыбыс естілмейді. Оны жеке оң жаққа алып қоямыз. Бұлт. Бұлт сөзінде де Р дыбысы естілмейді. Тарақ. Мұнда Р дыбысы ортасында кездесіп тұр. Тарақ. Тырна. Мұнда да Р дыбысы ортасында кездесіп тұр. Робот. Мұнда Р дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Жұлдыз. Жұлдыз сөзінде Р дыбысы жоқ. Дәптер. Р дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Күшік. Мұнда Р дыбысы жоқ. Радио. Р дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Алмұрт. Мұнда Р дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Зымыран. Зымыран сөзінде Р дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Шар. Шар сөзінде Р дыбысы сөздің соңында кездеседі. Анар. Анар сөзінде Р дыбысы сөздің соңында кездеседі.
Балалар, біз р әрпі бар суреттерді бір бөлек жинадық, ал р әрпі кездеспейтін сөздерді, яғни суреттерді бір бөлек жинадық. Суреттердің атауын тағы өзің бір қайталап көр. Сендер экраннан араны көріп тұрсыңдар. Ара. Ара сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар. Бірге оқып көрейік. Ара. Мұнда А дыбысы жуан дауысты дыбыс. Р дыбысы үнді дауыссыз дыбыс. Балалар, мұнда ара сөзі екі түрлі мағынада кездеседі. Бірінші суретке қараймыз. Ара. Бұл жәндік. Ал екінші суретке қараймыз. Бұл да ара. Бірақ бұл сайман. Яғни ағаш аралайтын құрал. Демек, ара сөзі мұнда екі түрлі мағынада кездеседі екен. Мысалы, ара ұшты, немесе ара гүлге қонды. Осылай сөйлем құрастыруға болады. Ал екінші араға, мысалы, Диас ағашты аралады. Міне осылайша сөйлем құрауға болады. Яғни, арамен ағашты аралаймыз деп сөйлем құраса да болады. Мұнда ара сөзін буынға бөлгенде ра деп бөлеміз. А дыбысы, балалар, жеке буын құрай алады. Келесі сурет бойынша сөйлем құрастырып көрейік. Баланы ара шақты. Ол деп қашты. Яғни, бала қалай дыбыстады? Айғайлағанда ол деп айғайлады. Демек, ол деп айғайлағанда дыбысы созылып, ешқандай кедергіге ұшырамай айтылды. Сондықтан да дыбысы дауысты дыбыс. Балалар, сендер ара сөзінің баспа түрінде жазылған түрін көріп тұрсыңдар. Ара. Екінші сөзде де ара деп жазылып тұр. Мұнда бас әріппен жазылып тұр, екіншісінде кіші әріппен жазылып тұр. Ара сөзі. Олай болса, біз осы ара сөзін дәптерімізге көркем етіп жазбаша жазамыз. Алдымен кіші әріпті дөңгелегін жазамыз. Оған кіші ілгекті қоямыз. Енді р дыбысын жазамыз. Көлбеу сызықты басы бар ілгекті жалғастырып жазамыз. Және әрпін байланыстырып қасына жазамыз. Біз ара деп жаздық. Міне осыны әрі қарай толтырамыз. Ара. Ара. Яғни ара сөзін жазып шықтық. Ал енді осы тағы да ара сөзін бас әріппен жазып көрейік. Алдымен әрпінің бас әрпін жазып аламыз. Одан кейін р жазамыз. Жанына кіші әрпін жазамыз. Ара. Осыны қайталап әрі қарай көшіреміз. Ара. Сендер де осылай көркем, мұқият, анық етіп жазуға тырысыңдар. Сонымен, балалар, бүгін біз р дыбысын өттік. Р дыбысы дауыссыз үнді дыбыс. Ол сөздің басында кездеседі. Радио. Сөздің ортасында кездеседі. Тарақ. Сөздің соңында кездеседі. Анар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.